Шекара қызметінің офицерлік кадрларын жинақтау Қазақстан Республикасы мен шет мемлекеттердің әскери арнайы оқу орындарының түлектері есебінен іске асырылады. Курсанттарды оқыту Қазақстан Республикасының 3 әскери арнайы оқу орындарында жүргізіледі. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара академиясы, Алматы қаласы. Оқу мерзімі 4 жыл. Келесі мамандықтар бойынша: мемлекеттік шекараны күзету және қорғау 175, шекаралық бақылау қызметін ұйымдастыру жөніндегі офицері 50, тәрбиелік идеологиялық жұмыс жөніндегі офицері 50, қызметтік жануарларды қолдану жөніндегі офицері 25. Бүгінгі таңда Шекара академиясында 498 курсант білім алуда. Ағымдағы жылы 337 адамды оқуға қабылдау жоспарланған. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара академиясына оқуға түсу үшін кандидат жалпы орта білімнің кез келген 2 пәнін таңдайды. Өту деңгейі 50 балдан. Соның ішінде әр пән бойынша 5 балдан төмен емес. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің армия генералы Сағадат Нұрмағамбетов атындағы құрлық әскерлерінің әскери институты, Алматы қаласы. Оқу мерзімі 4 жыл. Келесі мамандықтар бойынша 14 орын бөлінген. Тылдық қамтамасыз ету 6, зымыран әскерлері және артиллерия бөлімшелерін басқару 4, инженерлік қамтамасыз ету 2, техникалық қамтамасыз ету 2. Келесі әскери жоғарғы оқу орындарды бітіргеннен кейін түлектер әскери мамандықтан бөлек азаматтық мамандыққа ие болады. Радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институты, Алматы қаласы. Оқу мерзімі 5 жыл. Келесі мамандықтар бойынша 12 орын бөлінген. Радио байланыс және радио бағдарлау 4, ақпараттық қорғаудың технологиясы мен ұйымдастыруы 4, радиотехника 2, әскери мақсаттағы байланыс және автоматтандыру құралдарын қолдану 2. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің жоғарғы оқу орнына түсу үшін кандидат бейіндік пән ретінде математика мен физика пәнін таңдайды. Өту деңгейі 50 балдан, соның ішінде бейіндік пәнінің біреуінен 7, ал қалған пәндер бойынша 5 балдан төмен емес. Сонымен қатар Ресей Федерациясының 19 әскери арнайы оқу орындарында 214 курсант білім алуда. Ағымдағы жылы Ресей Федерациясының 11 әскери арнайы оқу орындарында 31 курсантты оқыту жоспарланған. Федералды қауіпсіздік қызметі жағалау күзеті институтында, Анапа қаласы. Оқу мерзімі 5 жыл. Келесі мамандықтар бойынша: кеме жүргізу 3, кемелік энергетикалық қондырғыларды пайдалану 4, ақпараттық желі технологиялары мен арнайы байланыс жүйелері 3, Федералды қауіпсіздік қызмет академиясында, Мәскеу қаласы. Арнайы байланыс желісіндегі ақпаратты криптографиялық қорғау 1, әскери әуе академиясы, Воронеж қаласы. Ұшқышсыз ұшу аппараттары бар кешендерді қолдану мен пайдалану мамандығы бойынша 1, радиациялық, химиялық және биологиялық қорғану және инженерлік әскери академиясында, Кострома қаласы. Радиациялық, химиялық және биологиялық қорғану мамандығы бойынша 1, Краснодарлық жоғарғы әскери училищесінде. Келесі мамандықтар бойынша: ақпаратты техникалық қорғау 1, ақпаратты рұқсатсыз қолжетімділіктен қорғау және құпиялық тәртіп 1, автоматтандырылған жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігі 1, Буденный атындағы байланыс әскери академиясында, Санкт-Петербург қаласы. Келесі мамандықтар бойынша: бөлімшелерді пайдалану және радио байланыс жүйелерін қолдану 3, бөлімшелерді пайдалану және көп арналы телекоммуникация жүйелерін қолдану 2, Ресей Федерациясы Қорғаныс министрлігінің әскери университетінде, Мәскеу қаласы. Аударма және аударматану, Қытай және фарсы тілі мамандығы бойынша 2, Түмендік жоғары әскери инженерлік басқару училищесінде, инженерлік бөлімшелерді пайдалану және инженерлік қару-жарақ құралдарын қолдану мамандығы бойынша 1, материалды техникалық қамтамасыз ету әскери академиясының филиалында, Пенза қаласы. Атыс қару-жарақтарын және жеке сауыттық қорғаныс құралдарын және оптика электронды бұйымдарын қолдану мамандығы бойынша 1, материалды техникалық қамтамасыз ету әскери академиясының филиалында, Вольск қаласы. Әскерлерді азық-түлікпен және киім-кешекпен қамтамасыз ету мамандығы бойынша 3, әскери медицина академиясында, Санкт-Петербург қаласы. Құрлық әскерлеріндегі емдеу ісі мамандығы бойынша 3. Сонымен қатар ағымдағы жылдан бастап Түрік Республикасының оқу орындарында 6 курсантты оқыту жүзеге асырылады. 1 жыл тіл үйренуді есепке алғанда оқу мерзімі 5-тен 7 жылға дейін. Бірінші, Кара Харп окулу құрлық әскерінің әскери училищесінде, Анкара қаласы. Оқу мерзімі 5 жыл. Жаяу әскер мамандығы бойынша
2. Түрік Республикасының әскери теңіз академиясында. Стамбул қаласы. Оқу мерзімі 5 жыл. Келесі мамандықтар бойынша. Кемені басқару 1. Электромеханикалық 1. 3. Гүлхана медициналық ғылымдар университетінде. Анкара қаласы. Оқу мерзімі 7 жыл. Жалпы медицина мамандығы бойынша 2. Шет мемлекеттердің жоғарғы оқу орнына оқуға түсу үшін кандидат жалпы орта білімнің кез келген 2 пәнін таңдайды. Алайда медициналық мамандықтар үшін бейіндік пән ретінде биология мен химия пәндері белгіленген. Өту деңгейі 50 балдан, соның ішінде әр пән бойынша 5 балдан төмен емес. Медициналық мамандықтар үшін 70 балдан төмен емес. Құрметті кандидаттар, сіздерді әскери оқу орнына түсіп, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі офицерлер қатарына қосылуына шақырамыз.